Саран қаласында дәстүрлі 11-ші облыстық студенттердің ұлттық мәдениеттер фестивалі ұйымдастырылды. Қарағанды облысының көптеген колледждерінің студенттері өз өнерлерін сарапқа салды. Осылайша өнерпаздар әр ұлт өкілдерінің салт дәстүрлерін көрсетті. Жастар достық жырын жырлайды атты шара бірден 2 атаулы датаға арналып отыр. Ол Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен қатар Абай Құнанбаев атындағы колледждің 100 жылдық мерейтойы. Бұл фестиваль жылда өтеді. Мақсаты жаңағы ұлттық мәдениеттерді жаңағы дамыту, көрсету, білу және бір-бірімен танысу. Колледждер арасында балалар, студенттер бір-бірімен танысқан өте жақсы ғой. Саран қаласында өткен ұлттық мәдениет фестиваліне Қарағанды облысынан 19 колледж шақырту алған. Колледж студенттері ән айтып би де биледі. Ұлттық билер қатарында Дағыстан, Украин, неміс және тағы да басқа халықтардың өнерлері болды. Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледждің 100 жылдығымен құттықтаймыз. Жалпы жыл сайын біз осындай конкурстарға қатысып отырамыз. Жалпы 100 жылдығымен құттықтаймыз. Абай Құнанбаев атындағы Саран колледжінде аталмыш фестиваль жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Студенттер жыл сайын жаңа өнерлерін көрсетіп, басқа студенттермен тәжірибе алмасады. Ұлттық мәдениет фестивалі Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу әдістемелік орталығының, Саран қаласы әкімдігінің және облыстың мәдени қоғамдық бірлестіктерінің қолдауымен ұйымдастырылды. Ақнұр Мырзатаева, Айдын Тонтайтегі, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.